Ерте кезеңде адамдар жер астынан қара су шығатынын байқаған. Оны үй қабырғаларынан су өтпес үшін құрылыс цементіне қосуды ойлап тапқан. Сонымен қатар оны қайықтарды герметизациялауда пайдаланған. Оның негізінде тері ауруларынан дәрі жасап, тұрғын үйлерде жарық ретінде жақты. Мұнай сөзінің қашан пайда болғаны белгісіз. Белгілі бір көзқарастар бойынша ежелгі парсы тілінен жер астынан шыққан бір нәрсе дегенді білдіреді. Қара алтынды саудалаудың біздің заманымызға дейін болғаны мәлім. Алғаш рет мұнайды 2000 жыл бұрын ежелгі Қытайда өндіре бастаған. Бамбукты пайдалана отырып, кішігірім скважиналардан мұнай бұрғылаған. Мұнай өндіру тарихында алға қадам басу 19 ғасырдың ортасында болды. Дәл осы уақытта мұнайдан керосинді өндіру тәсілі пайда болып, алғашқы мұнай өндіру зауыттары пайда болды. Мұнай дегеніміз не? Бұл жанғыш пайдалы қазба, ол май секілді сұйықтық. Көбінесе ол қара түсті, дегенмен оның шығу жеріне байланысты қоңыр, жасыл, сары тіпті мөлдір түссіз болады. Мұнай коллектор деп аталатын тау жыныстарында орналасады. Әдетте, бұл тығыз губка секілді материал. Оның құрамында мұнай болады. Көбінесе ол табиғи газбен бірге болады. Мұнайдың пайда болу процесі өте ұзақ, шамамен 350 миллион жыл. Ғалымдар мұнай нақты қалай жасалғандығын білмейді. Қазіргі таңда бұл пайдалы қазбаны жалпы мойындаған және дәлелденген органикалық пайда болу теориясы деп атайды, және оны биогендік теория деп те атайды. Бұл теорияға сәйкес, жер бетінде миллион жыл бұрын өмір сүрген микроорганизмдерден пайда болған. Олар жер бетінде болған. Уақыт өте келе, оның үстін тау жыныстары басып, жер астында қалған. Онда қатты қысым мен жоғары температурада компоненттер сұйылады. Кейінірек болашақ мұнай ауасыз миллиондаған жылдар бойы сақталады. Кейде арасында газ да бөлініп отырады. Дайын заттек өз орнында мәңгі қала алмады. Сол себепті ол жер астынан жоғары қарай ұмтылды. Бірақ белгілі бір сәтте қатты жер қабатына тіреліп шығуға мүмкіндік алмады. Бұл қақпан мұнай коллекторын жоғардан жауып тұрады деп айтуға болады. Мұнайды жерден және судан да өндіреді. Жаңа мұнай көздерін іздеу мұнай барлауы деп аталады. Бастапқыда геологтар жұмыс жасайды. Олар жергілікті жерді жақсылап зерттеген соң ғана скважинаны бұрғылау басталады. Мұнай сол жерде болады деген еш кепілдік жоқ. Мұнай барлық скважинадан алыста орналаса бермейді. Қазіргі таңда сейсмикалық мұнай іздеу әдісі ең тиімді. Мұнайдың шығу жеріне дыбыстық толқындар мен соққы толқындары бар құралды орналастырады. Мысалы, жарылыс я болмаса ауыр заттың соққысы арқылы жүзеге асырылады. Толқын жер астының барлық қабатына таралады. Алуан қыртысы бар жер қабаттарынан өте отырып, ол тоқтайды. Дыбыстық зерттеу нәтижелерін құрал есепке алып, оны өңдейді. Геологтар алынған нәтиже бойынша зерттелінген жерде қандай пайдалы қазба бар екенін анықтай алады. Әлемде мұнайды өндіру көлемі баррельмен өлшенеді. Бір мұнай баррелі бұл 159 литр мұнайды құрайды. Егер нақтыласақ, 158,988. Бүгінгі таңда бұл пайдалы қазба кеңінен пайдаланылуда. Мұнайдан алуан жанармай түрлерін алады. Сонымен қатар мұнайдан өндірістік химикаттар, тіпті косметика, дәрі, тыңайтқыш және тағы басқалар өндіреді. Бізге жақсы таныс пластикалық бутылкалар мен целлофан қапшықтар да мұнайдан өндіріледі. Мұнай планетамыздың кез келген жерінде жоқ. Оның 80% қоры 10 шақты мемлекеттер жерінде орналасқан. Бірінші орында Венесуэла. Оның қоры 243 жылға жетеді. Сосын Сауд Арабиясы. Оның мұнай қоры 70 жылдан аса уақытқа жетеді. Үшінші Иран. Қазіргі пайдалану бойынша бұл мемлекет өзін мұнаймен 90 жылға дейін қамтамасыз ете алады. Бұл мұнайды өндіруші ондыққа Қазақстан да енеді.
Біз 9-шы орындамыз. Мұнайдың басты орналасқан жері Атырау облысы. Онда мұнай шығатын 75-тен астам көз бар. Одан кейін саны бойынша Маңғыстау облысы тұр. Онда 70-тен астам. Бастысы, оның көбі әлі толық зерттелмеген.